Көлігіңіз жүрмейтін жерде жүріп, тоқтайтын жерде тоқтамай жүрме. Тіпті бұрылыстардан бісміллә деп өтіп жүрсіз бе? Онда сізге тез арада Ақылбай автомаркетіне келу керек. Темір тұлпарыңыз темір терсекке айналмай жатып, дәл осында жаңасына ауыстырып алуға үлкен мүмкіндіктер туындап жатыр. Ескі көлігіңізді жаңа көлікке де ауыстырып береміз. Тіпті қоқысқа айналып, музейлік жәдігерге айналғанында біз үшін маңызды емес. Көңіліңіз Кореяға ауып жүрме, онда сізге тікелей көліктерді өзіміз жеткізіп беретін боламыз. Ақылбай автомаркеті, темір терсекке тағдырлары жазбаған құтты орын. Дәл қазір біз Ақылбай автомаркетіндеміз. Автомаркеттегі қызметкерлерден жалпы қандай жәрмеңкелер жүріп жатыр? Так, бізде біріншіден 2010-нан жоғары көліктердің барлығын 4% несиемен шығарып беріп жатырмыз. Және де 3 миллионға дейін көліктерді 24 айға бөліп төлеп аласыздар. Және де осында тұрған көліктердің барлығын алғашқы жарнасыз шығарып беріп отырмыз ағайын. Ақылбай авто. Сүйген көлігіңді бізден тап. Если мне быть тобой было бы страшно, значит, я не скрою. Тебя смотрит каждый, а ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова. Тогда каждый мечтает с тобою лова-лова, гейм-ова. Мужчины плачут так, как одиноки, они не любят, потому что твои ноги. И даже если ты накрутишь бигуди, один лишь выход от тебя с ума сойти. Кешір, Еркін. Мүмкін емес. Сен қателесіп тұрсың. Анализдің барлығын тексеріп көрдік. Сен жұқтырған аурудан бөлек әке болу мүмкіндік жоқ екенін көрсетіп тұр. Не ондай емес түсіндің ба? Сен топастар не білесіңдер өзі? Еркін, мейлі басқа жаққа барып тексеріліп көрсең де сол көрсеткіш көрсетеді. Я, блядь, көзіңе қарап жетсейші! Ей, өлтіресіңдер ме, қайтесіңдер? Ей, не демекшің, не болды? Проблема керек па? Не болды? Машинаға отырамын. Көзіңе қарап жүр. Қарындас. Шынымен көзіңе қарап жүрмейсің бе? Малдар. Ой, Құдай-ай. Ана бала, тағы келмеген ба? Таңға жоқ бөлмесіне кірсем жоқ екен ғой? Қашан ақыл керет бұл балаға? Үйленген күнде жақындап қалды. Не ойлап жүр өзі, Ертең үйленген соң ақыл тоқтатып есін жинайтын шығар. Маған не дейсің? Өзімен сөйлесейші жақсылап.
қойсай болды ғой. Вот, короче, жағдай осылай. Ана врачтың айтуы бойынша мен әке бола алмаймын. Менде бала болмайды вообще. Маған тиесің ба, тимейсің ба, оны енді өзің шешесің. Мен саған вообще ренжімеймін. Жан. Олай демеш. Мүмкін бәрі жақсы болып кетер. Мен сені қатты жақсы көремін, Жан. Өмірдің қуанышында, қайғысында сенімен бірге көргім келеді. Жақсы болып кетеді бәрі, уайымдамашы. Жаным, мен сені жақсы көремін. Мен де. Мен сені бақытты қыламын. Бұл жаңалықты айту маған өте қиын. Бірақ сіздің ана болу деңгейіңіз өте төмен. Түсінбедім, қалайша? Турасын айтсам, сіз енді ана бола алмайсыз. Мүмкін емес, сіз өтірік айтып тұрған сияқтысыз. Сіз не деп тұрсыз? Қалай сонда? Шындық солай, ренжімеңіздер. Доктор, бір минут. Тоқтаңызшы. Кейде екеулеріңіз бір-бірлеріңізді көргіңіз келмей жақтырмайтын сәттер бола ма сіздерде? Енді отбасы болған соң. Вот, көрдіңіз ба? Міне еркін, вот әйеліңізге үнемі гүл әперуіңіз керек. Дүкен сөрелерді аралатуыңыз керек. Сол кезде бұлар әйелдер энергия алады. Энергия ала отырып, бұлар махаббаттарыңыз бір-бірімен ұштасып ұлғаяды. Содан кейін бірден бала бола ма? Енді балалы болғанда, енді так экватор сызығы бір-бірімен байланысқан кезде, сол кезде Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, 9 планета бар болатын болса, сонда так 17 май күні не істедіңіздер? 17 май? Тойға бардық қой? Вот, міне сол күні сіздер не қылуларыңыз керек еді, не шебелі көрдіңіздер ма? Болмай ма енді? Келесі жылдың 17 майын күтеміз ба? Енді болғанда онда не ғой, сіз бұл кісіге гүл әперіңіз. Бұл кісіге үнемі гүл әперсеңіз, сіздерден бір нәтиже шығады. Бұл кісіге жаңағы шамалы көңіл бөліңіз. Сол кезде нәтиже болады, көрдіңіз бе? Қош, егер соған қарап тұрса, гүл әпермек түгіл үйді гүлмен толтырып тастады ғой, гүл сататын магазин болып жатыр уже. Нақ соған қарайтын болса, егіз болмаса осы күнге дейін үшем туатын уақытысы болды. Еркін. Шынымен ғой? Еркін, мен сізді мына жерден кіріп атқан кезде байқадым. Сіз мені онша сеніп тұрған жоқсыз, жақтырып тұрған жоқсыз. Мен сізбен бұдан ары қарай жұмыс істесе алмаймын ау? Ары қарай еңден, бері қарай да жұмыс істей алмайсың ғой. Кеттік, жүр. Еркін. Жүр бұлдайсың. Сау болыңыз. О, Боже. Қырсықсың ғой сен, қырсықсың. Тағы да құрттың ғой бәрін. Сен басың істей ма? Қайда алып келдің мені? Жүре бер онда осылай. Сен осы ма енді бізді балалы қылатын? Кім мынауың вообще? Психолог бол, психолог, түсінесің ба? Психолог. Мынау ма психолог? Иә. На психологтың өзіне психолог керек қой айналайын. Жүре бер онда сөйтіп. Қырсығып жүре бер. Бізбен бірге үйленгендердің білесің ба, 2 баласы бар. Ал біз әлі жүрміз, не жүре береміз ба осылай? Қайда барсаң да сенбейсің, сенбеймін, анау не, мынау не, врач көмектеспегенде мынау көмектесе ма? Жүре береміз ба, айтшы осылай. Қойшы болды, жүр машинаға отыр. Қырсық.
Балнұр, болды енді қой. Настроение сүре бермеші. Барлық жақсы болады. Бастысы, екеуміздің бір алладан үмітімізді үзбейік. Руслан, бұрында қыздармен айтушы едік. Бір бала тусам жетеді, олар топырлатып қайтемін. Одан да шетел рахаттанып қыдырмаймын ба деп. Сол кезде бір подругам айтқан болатын. Олай ниеттенбе, Құдай тілегіңе қарай береді деп. Міне дәл соның өзім болып тұр ғой. Айтқаны келіп тұр. Жалғашет. Алла кешірімді. Шынайы жүрекпен дұға тілесек, барлық жақсы болады. Көршіміз жалғас. Олды болыпты. Құтты болсын. Уақыт деген қандай? Кеше ғана үйленген сияқты еді. Әні, бір пәсте олды болды. Бізде қашан болады екен? Мама, не үшін осы тақырыпта сөз қозғай бересіздер? Или біз ойнағаннан үйсіп жүрміз ба? Сол үшін тыныш жүгірек. Аяғыңды дұрыс баспағана міне зардабын тартып отырсын. Қойыншы ағылсына бермей. Не қойшы? Жүгірмек. Не отын отсың мамаңа? Құркет бар. Жетесіз. Сенікінің баланың түсіп қалғаны. Мен не істеппін? Неге мен кінәлімін? Сен аққаншықтарыңа бармағанда баламыздан айырды. Өшіріңінде. Бер. Мен ешқайда бармадым. Может, осының бәрі сенің кінәң шығар? Бер. Сволочь. Жүр бізде кезекке қолып кірейік. Ерген біз қанша бәйт сөйлестік. Сендеріне үміттерін үзгім келмейді. Бірақ эко жасатқаннан дым пайда жоқ. Неден пайда бар? Жоқ дегеннен басқа. Не айттың осы күнге дейін? Қазір заман дамыған. Бір шешімін тапсай, неужели болмайды? Еркін, енді маған сенбей, барлық жерге бар тексерілдіңдер ғой. Анализ тапсырдыңдар, диагнозын көрдіңдер. Сендерге бір ұсынысым бар. Қандай? Қалай айтарымды білмей тұрмын. Бірақ мен дұрыс түсіндіңдер. Айтсайшы енді. Еркін, сен ініңнің немесе ағаңның ұрығын алып, аналық жатырға салып эко жасау керек. Сол кезде сәбилі болулары мүмкін. Не? Сен басың істейін ма? Не айтып тұрсың сен? Мен енді қолдан келгенше көмек көрсетіп жатырмын. Еркін. Сау болыңыз. Айттым мен саған, осы балаға тимей ақ қой деп. Тыңдамадың. Ойбай, махаббат, сүйем, күйем деп. Қойшы, мама. Не қойшы? Айттым ғой мен сол кезде. Бұл бала әбден жүрген жақсы бала емес деп. Ал енді не болды? Бала көтер алмай жүрсің. Мама, маған қиын кезде солай айтуыңыз керек па? Айтпақшы, ағама ештеңе айтпаңыз. Әлі де кеш емес. Жақсы жігіт көп. Осы моментті пайдаланды, ажырас. Не айтып кеттіңіз, мам? Енді өмір бойы баласы өтесің ба? Қойшы, мам, давай. Жіберші. Жібермеймін. Қойш. Қоя алмаймын. Менде айғыр тоқтата алмассың. Қойшы. Алло. Ау, брат. Тез айтшы, брат, бос емеспін мен. Срочно ме ол? Болды, жарайды, қазір барамын.
қойшы. Что там? Тыныштық па? Не болды, срочно тірлік пе еді? Білмеймін, басым қатып кетті, не істерін білмей жатырмын. Уайымдамашы досым, жассың ғой әлі болады. Уайымдамашы деген не, сен қуасың ба? Болашақта балаң болмайды деп жатыр. Сол саған уайымдамайтын нәрсе ма? Жүр кеттік, айда. Қайда? Білмеймін, айдаш. От алмай атқаншы. Бір осындай кезде. Не болды? От алмай атыр машина. Айттым мен саған, қыздар жолатпа деп. Сен айтпай ақ қойшы. От алдыр енді, давай. Руслан, Абжан, енді не істейміз? Менен пайда жоқ. Мүмкін сен басқа қызға үйленерсің. мен саған айттым ғой. Бұл сөзді бұдан кейін қайталап айтушы болма деп. Жан, мен тек сені ғана жақсы көрем. Сенен басқа ешкім керек емес. Үйленгенімізге енді 3 жыл болды. 7 жылдан кейін, 8 жылдан кейін балалы болып жатқандар бар. Сен түсінбейсің. Айналамның бәрінде бала бар. Бәрі бақытты. Олар как будто маған мақтанып жүргенде. Мен ғана бақытсызбын. Жан, бұның барлығы екеумізге берілген сынақ. Түсінесің ба? Біз осы сынақтан өтуіміз керек. Бұйыртса, біздің де балаларымыз өте көп болады. Барлық жақсы болады. Уайымдамашы. Әпкене жаңалық? Жаңалық жоқ. Жаңалық болмаса неге қоя салмайсың? Ты такая красивая, умная, он не достоин тебя. Қойыңдар осындайларыңды. Айналайын, саған жанымызды ашып айтып жатырмыз. Тем более асып бара жатқан ештеңесі жоқ қой. Жас кезіңде босанып алмасаң қаласың осылай. Не айтып кеттің? Шайын қайнады ма? Болды, қойшы. Жезделерің шақыршы бар. Не болды, бажа? Ішке кірмей тұрсың ғой, қызықсап, сызылып. Отыра беріңдер, қазір кірем. Не жаңалық болып отыр? Тыныштыңдар ғой, че-то? Пока что тыныш болып тұр ғой сол. Слабыйсыңдар ғой, бажа, слабыйсыңдар. Үйленгендерге 3 жыл болды. 3 жылда менің уже 2 балам бар. Болмайтын нәрсе болмайды, дәр бір, не түсіндің ба? істемейтін жерімді айта бермеші маған, бажа. Әсел, жүр кет, қайтамыз. Тыныштық па? Бол тез, қайтамыз. Шай ішпейміз ба? Ішпейсің, жүр. Еркін, Иә. мүмкін жасатып көреміз, а? Қалай? Жаңағы дәрігердің айтқанын, экосын. Не? Сен басың істей ма? Сонда сен мен інімнің ұрығын салайық деген кеп тұр ма? Бізде басқа амал бар ма? Онда тұрған не бар? Онда тұрған не бар? Сенде вообще ұят бар ма?
Бізде басқа мал бар ма, Еркін? Басқа біреудікін емес, туған ініңдікі деп жатырмын ғой. Миды ашытпа, түсіндің ба? Енді осындай сөзіңді естімейтін болайын. Жүре берейік онда осылай. Басқалардың бәрі балалы болып жатыр, бізде қашан болады? Сен өзің бай ойланбайсың ба, мұрагерім, ұрпағым керек дегендей? Әлде бір таңғажайыпты күтіп жүрсің ба? Әлде ол маған ғана керек па, Еркін? Сен не демекшің, түсінбедім мен? Не, мен ғана кінәлімін ба не? Мүмкін сенің де қатысың бар шығар бұл нәрсеге. Не, тек мен кінәлі болуым керек па? Солай ма? Осы күнге дейін балалы болмай жүргеніміздің себебі мына менде емес, сенде екенін ешкімге айтпадым. Туысқандарымыз да, достарымыз да ешкім білмейді. Бұлардың отасқандарына 3 жыл болды. 3 жылдан бері әлі ұрпағы жоқ, бір бала жоқ. Демек әйел кінәлі екен ғой. Байқұс әйел бедеу екен ғой. Сорлай, ана әйел қашан көтереді осының? Бұлардың келіні қашан туады? Мынаның әйел қашан туады? Әйел! Осы күнге дейін сол өсектердің бәріне шыдап келдім. Мен сенің белсіз болғаныңа кінәлі емеспін. Не деп тұрсың сен? Не айтқың келіп тұр? Осының бәріне шыдап келдім. Сонда айтқан рахметің осы ма сенің? Оңбаған. Келін. Не болды? Тыныштық па? Ештеңе. Еркін. Бер қара деймін. Не болды? Балнұр. Ау. Давай екеуміз бала асырап алайық балалар үйінен. Қумаш айналайын. Қумаш деген несі? Айтады ғой, бала асырап алса, ананың мейірімі оянып, кейін балалы болып кетеді дейді. Қай-қайдағын айтып кино болмаш. Қай дені дұрыс адам баласын детдомға тастайды дейсің? Ертең олардан жақсылық көрмейсің. Көресің, асырап алсаң, не наркоман болады, немесе ойына келгенін істейді, сотқар болады. Сонда қызықтың көкесін көресің. Қайта баласыз өткенін дұрыс еттейсің. Құдай сақтасын. Ол балалардың ешқандай жазығы жоқ қой. Ата-анасы шығар жаман мүмкін. Ал оны біз екеуміз асыраймыз. Екеуміз ата-анасы боламыз. Дұрыс тәрбие береміз. Ертең тәртіпті тәрбиелі бала болып өседі. Қойшы айналайын, бәрібір қаны жібермейді, қанына тартады. Одан да шайдан ал. Мүмкін ойланып көрерсің. Алло. Ақша жіберші маған. Мен саған айттым мына қызға аяқ киім алуға барам деп. Тосып кеткен уже. Жіберсе енді. Сен ұятың бар ма, жоқ па? Қыз керек па, керек емес па, маған ғана керек па еле? Әшейінде осы карта десе табасың ғой. Құрып кетші бар. Мына жерден тоқтай салыңызшы. Осы жерден ба? Не ғой, девушка уайымдамаңыз, сізден ақша алмаймын. Жаңа жолда тұрған соң жол жөнекей алып кеткем ғой. Түсе беріңіз. Кешіріңіз, жағдай солай болып қалды. Ренжімеңізші. Кеттік, түсеміз. Қызым, абай. Кешіріңіз. Жаңа әңгімеңізден естіп қалдым да. Мін, ақша. Аяқ киім аласыздар. Кешірім, керек емес. Жоқ, алыңыз, ұялмаңыз. Аламай мен, кешіріңіз. Өтініш түсінесіз ба? Менде бала да жоқ, қыз да жоқ. Мен ештеңе алып бере алмаймын. Өтініш алыңызшы сондықтан. Шын жүректен беріп жатырмын. Алыңызшы. Алла разы болсын. Рахмет сізге.
жақсы. Рахмет. Жібер мені, жібер, соттатам сені оңбаған, жібер, көмектесіңдер. Сендер кімсіңдер? Чотан. Сендер кімсіңдер? Не аласың кім екен? Жібер мені. Макс бөлімшеге апара бер. Жібер. Че там Заря, нормально ма? Нормально. Все, абайлап жүр. Әсел, не болды саған? Не үшін жылап отырсың? Мен сені сұрап тұрмын, не үшін жылап отырсың деймін? Не істеді дейсің? Ұрғанда оңбаған. Мама, Әсел үйде болсын, ешқайда кетпесін, жарай ма? Мен анам алымен барып сөйлесем қазір. Мен оған көрсетем қарындасымды ұрған қалай болатынын. Балам, абайлап жүр. Бір өмірі көріп қоймасын. Мама, уайымдамаңыз, бәрі четкий болады. Дұрыс болатын болды. Сонымен құрсын. Басқа жігітке күйеуге шығасың. Сұлусың. Әдемісің. Любой жігітке күйеуге шығасың. Апай, салфетка аласыз ба? Ағай, салфетка аласыз ба арзан бағада? Жоқ, керек емес. Алыңызшы, өтініш арзан бағада. Керек емес дедім ғой, барсай болды ғой. Тыныштық па? Сенде бәрі дұрыс па? Онша дұрыс болмай тұр ғой. Шынымды айтсам, менде де дұрыс емес. Неге жалғыз жүрсің? Сабағың қайда? Сабақ дейсіз бе? Менде сабақ оқуға уақыт жоқ. Қалай сонда? Мен жұмыс жасап жүрмін. Анамның табысы әзірге бізге жеткіліксіз болғандықтан, мен анама осылай көмектесіп жүрмін. Әкең қайда? Әкемді білмеймін қайда екенін. Қалай сонда? Әкем бізді тастап кеткен, ал анамның жұмыстан қолы босамайды. Сіздің балаңыз бар ма? Менің балам жоқ. Мүмкін болмайтын да шығар. Сіздің балаңыз бар болса, мен әкем құсап тастап кетер ме едіңіз? Жоқ. Ешқашан да тастамайтын. Қайдан? Мен сенбеймін. Неге? Себебі мектепте ұстазымыз айтушы еді, барды бар кезінде бағалау ол адамзаттың ең асыл қасиеті деп. Сонда мен ойлаймын, әкем бізді бағаламаған ғой деп. Жоқ, сен олай ойлама. Мүмкін енді әкең қатесін түсініп қайтып келер. Кезінде басына қиындық түскен екен, солай болып қалған шығар. Сонда сіздің де басыңызға қиындық туса, сіз де балаңызды тастап кетер ме едіңіз? Мүмкін мен жаман адам шығармын. Неге олай айттыңыз? Құдай мендей жаман адамға ұрпағы жалғаспасын деп сәби сыйламаған шығар. Мен олай ойламаймын, сіз жақсы адам сияқтысыз. Жарайды, сау болыңыз, мен кеттім. Балақай, тоқташ. Мен сенен қолыңдағы затты сатып алам. Сіз жаңа алмаймын деген сияқты едіңіз ғой? Жоқ, маған керек екен ғой. Мін. Менде бұған қайтаратын ұсақ жоқ қой? Ештеңе етпейді, барлығы саған. Жақсы, сау болыңыз. Балақай, тоқташ. Мүмкін сенің отбасыңа көмектесіп тұрсам қалай қарайсың? Жоқ, қажет емес. Анам бізге біреу мүсіркеп қараған ұнатпайды. Жоқ, сонда да соткаң болмаса жүрші менімен бірге, иә? Жүргін. Міне, мынау менің номерім. Егер сендерге көмек керек болатын болса, маған міндетті түрде хабарласыңдар. Жарай ма? Жарайды, сау болыңыз. Жақсы.
Да телефонын алмайды ғой енді. О, ассалаумалейкум. Ерка, қалай жағдай? О, ассалаумағалейкум. Қалайсыз қайнаға? Онша емес. Неге? Айтқандай Әсел үйде ма, телефон алмайды звондасам? Қарындасым енді керек болып қалды ма не саған? Түсінбедім. Короче, Әселді енді іздемейтін боласың. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, көп іздедім өзіңді аңсап. Арманым да сен, бақытым да сен, ойымдасың сен менің бірақ. Махаббатым сен, жұлдызым да сен, қайталайық сол. Балам, қашан үйленесің? Ой, мам, көріп жүрсіз ғой, дұрыс қыз жолықпай жатыр. Дұрыс қыз дейсің? Қайт жолғатсаң, өзің дұрыс томасаң. Соны айтам. Ой, көресіздер әлі. Шертіп жүріп таңдаймын мен қызды. Ой, Олақтай қыз аласың. Жан, уайымдама. Барлық жақсы болады. Иә. Жүр, бізді күтіп қалған шығар. О, оянды анашым. Ояндыңыз ба? Хансұлтан, қалайсың? Сізді оянбай қалама деп уайымдадық қой. Мен қалай тауып алдыңыздар? Балам телефонымда бір жақсы кісі бар, сонымен сөйлескім келеді деген соң сізге хабарласқанбыз. Сөйтсек сізді осында дейді. Сосын балам қоймаған соң келдік. Жарайсың, Хансұлтан. Нағыз жігіт екенсің. Кешіресіздер, сыртқа шығып күтесіздер ма? Науқасқа демалу қажет. Біраз демалсын, е? Жақсы, сау болыңыз. Тез сауығып кетіңіз онда. Жақсы, көп рахмет. Жүр. Иә, балам, бұл сенің қателіктерін өтеу деп есепте. Адам өз күнәсін жазасын осы өмірде алсақ қуана берсін дейді. Арғы дүниеге өтіп кетсе қиын болады ол. Сондықтан мойымағын. Біреуді Алла Тағала баламен сынайды, біреуді байлықпен сынайды. Ең бастысы мойыма. Ең бастысы тәубеңе келдің. Алладан шын кешіріп сұрасаң, Алла тілегіңді қабыл етер. Дұрыс айтасыз, әке. Мен де сіздерді көп ренжіттім. Комада жатқан кезде бір түсінгенім, біз мынау өмірде өлмейтіндей жүреді екенбіз. Жақындарымызды ұмытып, қайдағы жоқ алыстағыларды ойлап, солармен бас қатырады екенбіз. Әке, мен енді барлығын басынан бастайын. Дұрыс, жақсы. Қараш, қандай сүйкімді періште. Саған ұқсайды, е? Қойшы, рас па? Иә. Жаным. Руслан, кешірші мен. Неге? Бала асырап алу соншалықты ұят көрінген. Бірақ осындай қуаныш маған соншалықты бақыт сыйлайды деп ойламаған ем. Ештеңе етпейді, жан. Бұйыртса біздің баламыз көп болады. Барлық жақсы болады. О, аға келді, мама. Қалайсың балағай? Саламатсыз ба? Саламатсыз, қалайсыз? Мынау сізге. Не үшін? Өтініш алыңызшы. Аға, біз неге не үшін келдіңіз?
Не үшін келгенде сені сағынып келдім? Точно, мен сағынып келдіңіз, а? Иә да сені сағынып келдім. Онда біз неде қалсаңызшы? Иә, үйге кіріп шай ішіңіз. Жоқ, керісінше сіздерді өзімнің үйіме алып барсам деп жатыр. Түсінбедім қалай. Әрине сіз қарсы болмасаңыз. Я, қарсы емеспін, мама барасыз. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір ме, егілме